Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Гүлден, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын торт дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен айранға 2 қасық қопсытқыш салып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткен соң айран кішкене көтерілетін болады. Сол кезде жұмыртқаны, қантты және де сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар менің каналымда банофи пайдың да рецептісі бар. Ол да өте оңай әрі тез жасалынатын болады. Егер де қарап жасағыларыңыз келсе, жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте електен өткізілген ұн мен какаоны жақсылап араластырып, біріктіріп, дайын қоспамызға 2-ге бөліп салатын боламыз. Осындай қоюлықта шығуы керек. Мен 24 сантиметрлік формада пісіргелі жатырмын. Егер сіздер бұдан да кішкене биігірек болып шықсын десеңіздер, 22-20 сантиметрлік формада пісірсеңіздер болады. Духовкаға 170 градусқа 25-30 минутқа қойып пісіреміз. Қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Газге қоюға болатын ыдысқа ұн, қант және де ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне жұмыртқаны және де сүттің жартысын құйып, араластырып, газге қоямыз. Бұл жерде менің ыдысым кішкентай болғандықтан басқа ыдысқа ауыстырып, газге қойдым. Оттың астын жаққаннан кейін үнемі араластырып тұрамыз. Сәл қызғаннан кейін қалған сүттің жартысын құйып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Осылай қоюлана бастаған кезде үстіне сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Газден түсіргеннен кейін крем тез суы үшін басқа ыдысқа ауыстырып, бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында суытуға қойып қоямыз. Дайын бисквитіміздің беті шығып тұрған жерін кесіп аламыз. Одан кейін бисквитті 2-ге бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бисквиті өте жұп-жұмсақ болып шығады.
пропитка дайындаймыз. Ол үшін қант пен суды араластырып аламыз және де бисквитіміздің үстіне жағып шығамыз. Өте көп жағып жібермеңіздер, азғантай тегісіп шықсаңыздар болды. Енді кремімізді жағып, біркелкі етіп тегістеп аламыз. Кейін екінші бетіне кремін жағып тегістеп алғаннан кейін 1-2 сағатқа формасын ұстау үшін тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне 2 сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан алдым. Осылай формасынан шешіп аламыз. Және де қалған креммен жандарын жағып шығамыз. Кейін әсемдік үшін бана кесіп алған бөлігін үкіштен өткізіп, осылай жандарына жағып шығамыз. Сонымен қатар әсемдік үшін қаласаңыздар осылай бетіне шоколадты үкіштен өткізсеңіздер болады. Міне біздің сливкисіз, ешқандай миксерді қолданбай-ақ өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын тортымыз дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер, көп уақыттарыңызды алмайды, аз болсын. Қазақ тілді контентті қолдау үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.